Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз шоколадты бисквит жасайтын боламыз. Ол өте дәмді болады және де жұмсақ болады. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса, лайк басып және де комментарий жазып және де подписация етіңіздер. Бізге ол үшін 5 жұмыртқа қажет. Енді біз миксермен араластырамыз. Бізге 1,5 стақан қант қажет болады. Қантымызды кезек-кезектен саламыз. Бізге ситадан өткізілген какао қажет болады. Және де оған қайнатылған ыстық су құямыз. Және де біз вилкамызбен араластырамыз. Біздің какаомыз бетінде тұрып қалмауы керек. Жақсылап араластырамыз. Какаомызды араластырып болдық. Енді какаомызды құямыз. Үш қасық сұйық май құямыз. Енді барлығын араластырамыз. Бізге 1,5 стақан ұн қажет болады. 1,5 стақан ұнға қопсытқыш қосамыз. Енді ұнымызды кезек-кезектен салып отырып, миксермен араластырамыз. Біздің пергамент қағазымызға жаңағы консистенциямызды құямыз. Пешімізге 45 минутқа саламыз. Пешке салғаннан кейін 30 минут пешті ашуға болмайды. Піскеннен кейін формасынан 5 минут алмаймыз. Мінекей біздің шоколадты бисквитіміз пісті, өте дәмді болды. Жасап көріңіздер. Подписация етіп лайк қоюды ұмытпаңыздар.